Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз міне көптен күткен осы үйдің құрылысын полный бітірдік. Енді осы бітірген жұмысымызды бір көрсетіп өтейін. Терезелерін айналдарын осындай гипспен айналдырып шықтым. Осылай барлығы қолда бар дүниемен қарапайым ғана осылай жасап шықтық. Енді ішіне кіріп көрейік. Ал міне мынау кіреберіс бөлме. Кіреберіске осындай шаңырақ істедік. Потолокқа кілемін алып, пол, теплый пол. Міне осындай. Есіктің айналасын осындай гипспен, мына ішкілерін гипспен айналдырып шықтық. Одан кейін мына жақта кірген кезде солға қарай тура өтсек, бұл ас бөлмесі. Потолок осындай прямой. Мына жерде пеш тұрады. От жағамыз бізде әлі көмір. Пештің айналасын осындай кәпілмен қаптап тастадық. Май шашырамас үшін, май шашырды сүртіп алу үшін. Мына жерге ертең стол алынады, отыратын. Сосын көрінбей қалады деп есептедік. Мына жақ кухня гарнитур. Осылай. Мына жақта да осындай гипспен айналдырып шықтық. Есіктің айналасын. Мына жер коридор. Потолок осындай. Дизайн шығардық. Мынау 3D панель, гипсовый. Бұны да үйден құйып шығардық. Және осылай салат естемен боядық. Жарқылдап тұр, свет ойнап. Одан кейін мына жер венецианка. Мына жерде осылай венецианкамен істеп шықтық. Кірген кезде турдағы бөлме. Бұл мини-зал. Бұл жақ осындай потолок. Классикалық төртбұрышты. Қарапайым ғана. Осындай рамка. Қақып бояп қойдық. Бұл бөлмені. Бұл жақта да есіктің айналасы гипсовый рамка. Мына жағы осындай вид. Мына жерде де осылай. Сосын мына бөлме. Есіктің үшкілері осылай. Өздеріңіз бағасын берерсіздер. Мына жақ жатын бөлме. Детский балалардың бөлмесі. Прямой, обычный. Кәдімгі эмульсиямен бояп қойдық. Пол, паркет, осындай ламинат паркет. Одан кейін мына жақ. Мына жерде осындай потолок дизайн шығардық. Мына жерде осындай колонна. Гипстен жасалған. Одан кейін мына жақ холл. Холл өз алдына бір бөлме. Холлда ешқандай есік жоқ, басқа жоқ. Мына жерде ТВ зона. Осындай дизайн жасалды болғанда. Мына ТВ зона осындай. Ана жақтан холлдан, ана жақтан бері кіреді. Ол жерде кішігірім есік сияқты арқа. Ал мыналардың барлығын гипстен жасалған узорлармен ойылып әрледік. Осындай қылып. Жалпы бұл жақта енді бұл стенада жаңа диван тұрады. Телевизорге қарама-қарсы. Мына пердесі, перденің арт жағы. Потолок 3D потолок, астында полный ленточный подсветка қалдырылған. Қазір жақ көрсетейін. Мынандай. Осындай істеп шықтық. Барлығын, бүкіл барлық узорлар, гипс, потолоктағы, стенада барлық гипсінің бәрін өзіміз құйып шықтық. Бұның да стенасы пока эмульсиямен тұр. Кейін покраска береміз. Жағдайға қарай осылай жасап жатырмыз. Мына жақтарда стенасы кәдімгі эмульсия, ешқандай қымбат краска емес. Ал мына жақ зал. Залға ғана біз краска ұрдық. Қонақ бөлмеге. Стенасы осындай. Дизайнда шығарылды. Мына жерге 2 колонна қойылып жерді. Мына узорлардың барлығы гипстен жасалған. Мынау 3D панель. Рика деген. Осылай жапсырдық. Төргі жағына. Ал мына жағы осындай. Потолоктың дизайны осындай. Қазір мына жерде есік
Барлығы гипстен жасалған бұл үйде. Өзім құятын болғасын. Барлығын құйып жапсырдық. Потолокта осындай подсветка бар. Полный астын барлығы подсветка. Барлығын өзіміз жасадық. Потолоктың дизайны ұнаса, комментарий жазыңыздар. Осындай жасасаңыздар болады. Қалай жасалғаны барлығы YouTube арнада бар. Көрсеңіздер болады. Бұл үйдің полный жұмыс процесі барлығы бар. Полы бар, потолок стенасы. Көрсеңіздер болады, қалай жасау керектігін. Ол үшін арнаға тіркеліп, ұнаған видео болса, пайдасы тиген видео болса, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Әлі де алда талай көптеген үйлерді салатын боламын. Өзім жасаған үйлерді көптеген пайдалы видеолар болады деп сенемін. Сондықтан арнаға тіркеліп қойыңыздар, жіберіп алмас үшін. Одан кейін мына жақта душевой бөлме. Мына жақтан кірген кезде мына жерді жуынатын бөлме. Душевой осындай. Пока құр кафельдің өзімен тұр. Заттарын енді әкелеміз. Осындай кірген кезде туырдағы стенаны осындай қара кафель жапсырдық. Мына жақтарын аппақ қылдық. Осындай қатты қымбат емес, орташа кафельмен жапсырдық. Туалетіне орнатып қойдық. Пол, теплый пол. Мына жер арестованный орны. Мына жер стерильный. Мына жақ ванна қойылады. Ал құрметті көрермен, егер ұнаған болса, лайк басыңыздар, пікір білдіріңіздер, жіберген қателігіңіз болса оны айтыңыздар. Қай жерден қате жібердік, келесі жолы ескеретін боламыз ол нәрселердің барлығын. Сондықтан қолдау көрсетіп жіберсеңіздер, полдың ешқандай жерінде парық жоқ есіктің барлығында. Тек есікке табалдырығына душевойға қойдым, мына жерге қойдым. Кафельмен жалғасатын жерлерге. Осылай қойып жіберсеңіздер әдемі болады. Мінекей, осындай достар үй. Мына дизайнда әрең шығарып едім, бойынша оңай сияқты потолок. Жиегіле гипс мұның. Ал міне, құрметті көрермен, осымен біздің үйдің ремонты бітті. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Құрметті ағайын, достар.